Алтын арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін біз сіздер үшін тағы да тамаша футбол ақпараттарын дайындадық. Бірден андатпасын айта кетейік. Дарвин Нуньестің жағдайы командаға Коди Гакпо келгеннен кейін қалай болады? Манчестер Юнайтед клубы жаңа шабуылшы тапты. Жуд Беллингемді жазға қалдырмай қыста сатып алғысы келіп отырған қай клуб? Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Сіздер бізді білесіздер, біз әдептен озбаймыз, көп созбаймыз. Бастаймыз, кеттік. Юрген Клоп Дарвин Нуньес жайлы өзінің ой пікірін айтты. Дарвин Нуньес өте мықты шабуылшы. Мен бір емес бірнеше шабуылшылармен жұмыс жасап көргенмін, және де дәл қазір Дарвин Нуньес жайлы айтып жатқан әңгімелерді де білемін. Шабуылшы үшін басты мақсат жаңа командаға келгенде гол сала беру емес, сол команданың тактикасына үйрену. Ал Дарвин Нуньес үйреніп келе жатыр. Бұл менің бірінші опытым емес. Және де Дарвин Нуньес өте мықты шабуылшылардың бірі болатынына мен өз басым сенімдімін, деді Юрген Клоп мырза. Ал енді Дарвин Нуньес болмай жатса, жаңа ойыншы келгенін барлықтарыңыз білесіздер. Ливерпульға барлық келісім шарттар аяқталды. Коди Гакпо ресми түрде Ливерпульдің ойыншысы. Енді ол Дарвин Нуньесқа страховка ретінде келген ойыншы екенін бәріміз де білеміз. Ал енді Дарвин Нуньес дәл қазір осындай ойынды жалғастыра беретін болса, қысқы трансферлік терезеде емес, әрине жазғы трансферлік терезеде сатып жіберуде әбден мүмкін дегенде бейресми ақпараттар бар. Дәл қазір сату керек, егер сататын болса, себебі дәл қазір Дарвин Нуньестің трансфер маркеттегі құны 70 миллион евро. Ал енді одан кейін сататын болса, ойынын жоғалтып алатын болса, бұның жартысына да сата алмай қалуы әбден мүмкін. Мүмкін Юрген Клоп айтқандай жақсы ойнап та кететін шығар. Енді 100 миллион евроға алған болатын Бенфикадан Дарвин Нуньесті, бірақ та сол ақшаға тұрарлықтай ойынды көрсетіп жатқан жоқ әзірге. Коди Гакпо деген талантты ойыншыны Манчестер Юнайтед клубы да өздерінің қатарларына қосқысы келген болатын, бірақ та Ливерпуль алдын орап кеткен жайы бар. Ал енді Манчестер Юнайтед клубы қарап отырмайды. Осы қысқы трансферлік терезеде жақсы ойыншы алғысы келеді. Жақсы шабуылшы. Ол Лидс клубының шабуылшысы Джонатан Дэвид деген тамаша шабуылшыны қатарларына қоспақшы. Джонатан Дэвидтің агентінің өзі айтқан болатын, Джонатан Дэвидқа өсу керек, жақсы клуб керек, басқа клубқа ауысуы керек деп. Ал енді Дэвидтің өзі АПЛ-да ойнағысы келетінін айтқан. АПЛ-дың лигасы маған үлкен мотивация береді, сондықтан да АПЛ-ға барғым келеді дегені екен. Трансфер маркет порталының есептеуінше Джонатан Дэвидтің құны 45 миллион евро. Ал жалпы Джонатан Дэвидқа дәл қазір қызығып отырған Манчестер Юнайтедтен бөлек топ клубтар әлбетте бар. Сондықтан да Джонатан Дэвидтан да айырылып қалмас үшін Манчестер Юнайтед дәл қазір ширақ қимылдауы керек. Жылдам қимылдауы керек. Негізінде өте жақсы таңдау, жақсы шабуылшы деп есептеймін Манчестер Юнайтед клубы үшін. Ал енді Дели Блинд жайлы ақпараттар басылымдардың басты беттеріне шығып жатыр. Дели Блинд Аякс клубымен ресми түрде, екі жақ келісімді түрде, келісім шартты бұзды, үзді деген ақпараттар шығып жатыр. Бұл ресми ақпарат. Ал енді келісімді түрде үзді бұзды дегенге біз өз басымыз сенбейміз. Неге үзеді, неге бұзады деген сұрақтар біздің ойымызда бар. Қазір маусымда аяқталған жоқ, дәл маусымның ортасында неге үзе салады? Ал енді Дели Блиндқа мүмкін Аль Насрдан ұсыныс түсті ма дегенде бір ой келіп қалады, бірақ та Дели Блиндқа басқа клубтардан бірден мықты ұсыныс түсетіндей ойыншы деп санамаймын. Дәл қазір мансабын аяқтасам ба деп жүрген ойыншылардың бірі. Мансабын аяқтаған да жоқ, мансабымды аяқтадым деп те айтқан жоқ, басқа да болған жоқ. Бірден келісім шартты келісімді түрде үзді. Ал енді Дели Блиндқа 2019 жылы күрделі ота жасалғанын бәріміз де білеміз. Бәлкім денсаулығына байланысты шығар. Бәлкім ары қарай ойнауды жалғастыратын шығар. Біздің бір білетініміз дәл қазір Дели Блинд пен Амстердамның клубы Аякс келісім шартты
үзді. Ресми жаңалық осы. Ары қарай не болғанын, біздің алтын доппен бірге болсаңыздар, не үшін үзілгенін, қателік кімнен кеткенін бәрін сіздерге айтып беретін боламыз. Бастысы бізбен бірге болыңыздар, арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал біз ары қарай жаңалықтарды жалғастырамыз. Келесі жаңалықты бастамас бұрын баршаларыңызға алғыс айтамын. Кешегі қолдауларыңызға, құттықтауларыңызға ерекше алғыс. Сіздердің жасай бер, алға, керемет, дамы, бас деген әр комментарияларыңыз бізге үлкен мотивация, достар. Сіздердің осы қолдауларыңыздан кейін біз тау қопарып тастауға да дайынбыз. Және де мен біраз болды байқап жүрмін, көріп жүрмін. Орынбек Жарылғапов атты менің досым, осы Алтын доп каналының оқырманы комментарияны кәдімгідей бір бет, екі бет қылып жазып жүр. Ерекше алғыс. Қанша уақыт, қаншалықты арнаны бағалау, әр біздің жаңалығымызға тоқтап өзінің ойын айтып кетеді. Орынбекке ерекше алғыс осы жерде білдірсем деп тұрмын. Баршаларыңызға қолдап жүрген алғысым шексіз. Шыны керек, сіздерге үлкен рахмет, достар, осылай еңбекті бағалап жатқандарыңызға. Енді жаңалығымызды жалғастырсақ, Энсо Фернандес деген аргентиналық тамаша ойыншыға талай клуб қызығуда, бірақта Ньюкасл клубы алады деген ақпарат шықты. Ньюкаслдан бөлек Энсо Фернандеске Челси клубы, Манчестер Юнайтед клубы, Ливерпуль клубы қызығушылық танытып жатқан. Ал Эдди Хау, Ньюкасл клубының бас бапкері, Энсо Фернандес бізге келеді деген сияқты ақпараттың шетін шығарып қойған екен. Ньюкасл клубында ақша жетеді. Ал Энсо Фернандестің отступное 120 миллион евро. 120 миллион евроны беретін болса, Энсо Фернандес сөзсіз Ньюкаслдың ойыншысы атанады. Ньюкаслда әлбетте ақша жетеді, бірақта бізде ақша жетеді деп құтырған бет албаты трансфер әліге дейін жасаған жоқ. Энсо Фернандес өте мықты ойыншы, талантты ойыншы, бірақта Ньюкаслға дәл қазір опыты көп ойыншылар керек тәрізді. Менің ойымша 120 миллион евроға екі мықты ойыншы алуға болады. 60 миллион евродан опыты көп, өте мықты ойыншыларды да алуға болады, қатарларына қосуға болады. Энсо Фернандеске қарағанда, енді менің ойыммен келіспейтіндер де бар әлбетте. Бірақта қазір мысалға Ньюкасл үшін Барселонадан деп пайдалуға болады. Міне келісім шарты аяқталайын деп тұр, өте арзан алады. Нголо Канте бар. Керек десеңіздер, Искода қазір еркін агент. Осының бәрін Ньюкаслға кеп қосып қойса, бір тамаша клуб болар еді. Энсо Фернандес әлбетте жақсы ойыншы, бірақта топ жәнегі Челсиға, Манчестер Юнайтедқа, Ливерпульға барса жарасатын тәрізді. Ньюкаслға қарағанда. Бұл енді менің ойым. Сіз өз ойыңызды міндетті түрде комментарияға жаза отырыңыз. Реал Мадрид жайлы ақпараттарды да айта отырайық. Жуд Беллингемге жаңа ұсыныс жасаған екен Реал Мадрид Дортмундтық Боруссияға. Егерде Жуд Беллингемді осы қысқы трансферлік терезеде жібере алатын болса, 100 миллион евроға сатып алуларына дайын екендерін айтқан. Бұл ақпаратты жеткізген бізге Тудо спорт басылымы. Жуд Беллингемнің өзі дәл осы Реал Мадридта күшін сынап көргісі келеді, және де Ла Лигаға келгісі келетінін жеткізген. Реал Мадридта Жуд Беллингемді дәл қазір қатарларына қосуға дайын. Бұл ағылшындық ойыншы Реал Мадридтің басты мақсаттарының бірі. Ал енді Реал Мадридтің арманы бөлек, Дортмундтық Боруссияның арманы бөлек. Дортмундтық Боруссия қысқы трансферлік терезеде барынша Жуд Беллингемді сатқылары келмейді. Жазғы трансферлік терезеде сатқысы келеді, себебі жазда өте қымбатқа өтеді ойыншылар. Қысқы трансферлік терезеде арзанға беріп қою мүмкін. Себебі Жуд Беллингемді Реал Мадрид 100 миллионға сұрап отыр, ал трансфер маркет порталы Жуд Беллингемді 120 миллион евроға бағалап отыр. Енді Реал Мадрид Тони Кросспен және де Лука Модричпен келісім шартты созған жоқ. Екеуі де осы маусымнан кейін командадан кетуі бек мүмкін. Ал енді осылардың біреуінің орнын басатын әлбетте ол Жуд Беллингем. Ал енді Беллингемге Ливерпуль клубы да қызығып отырғанын баршаларыңыз білесіздер. Егерде жазға қалып кететін болса, талас өте қатты болады, бағасы да өте үлкен болады. Барынша Реал Мадрид қыста алып қала алса дұрыс болар еді. Ал енді жазда бәсекелестік өте мықты болады Жуд Беллингем
үшін. Ал достар, Алтын доп арнасының бүгін сіздер үшін арнайы әзірлеген футбол ақпараттары осындай. Бүгінгі жаңалықтар ұнаса лайктарыңызды басып, комментарияға бүгінгі жаңалықтарға қатысты ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Футбол жаңалықтарынан қапы қалмайын десеңіздер, әлбетте міндетті түрде арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын боламыз, достар.